түртінген жоқ еді. Иә, әлі есімде. Соғыстың салған зардабы, оның қалдырған сұмдық ізі бәріміздің жүрегімізде мәңгілік өшпейтін болып қалды. Сол соғыста қаншама адамдарымыздан айырылдық. Сол соғыста жан қиядықпен соғысып, жеңіспен оралған менің атам Нақып та бар еді. Қаншама ардагерлерден айырылдық. Олар еш уақытта бұл соғыс деген сөз қайталанбасын. Жойылсын бұл өмірде жалғыз сөз соғыс деген. Тек қана біз аспанымыз ашық болсын, бейбіт өмір сүрейік. Құрметті ардагерлер, бәріңізді де осы жеңіс күнімен құттықтаймын. Номер 8-ші колледж кітапхана меңгерушісі Нақып Тегайгүл Пердебекқызы барлық соғыс ардагерлерін ұлы жеңістің 75 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Бізге жеңіс бейбіт өмір әперген аталарымыз бен әжелерімізге тағзым етіп, құрметпен басымызды иеміз. Мен Пердебек Диас Нұралыұлы. Ұлы Отан жеңісінің 75 жылдығына орай соғыста ерлік көрсеткен үшін Нақып атама жастық шақпен қоштасып, семсер найза қолға алып, ұрпақ үшін ел үшін кетті аталар аттан. Жеңіс дейміз жала омыз желбіреп, көктем күні нұрын төксе ел жүреп, тап осындай бейбіт күнге жеткізген аталар мен әжелер ғой ержүрек. Мен бабамды мақтанытам, батыры оның елімнің, ұрпағымен жалғастырам ысқақ тыл әулетінен.